Мен Москва районы Бештерек айылының тұрғыны Бекен Сәбденбеков. Ошы жерде совхоз құрылғаннан 1975 жылдан бері қарта жашайым. Бұйыл 76-ға кетті жашым. Мынау совхоз құрылғаннан бері ал кезде бірінші неміс халқы көп болчу. Союз тарқағаннан кейін неміс халықтары өздері кетіп, бізге Тәжікстаннан туғандар келіп, анан түштіктен туғандар келіп, қазір негізі қырғыздар жашайды. Халқымыздың негізгі айланышатыны айыл шаруасы, мал шаруа менен диқан шаруашылық. Эми бізде инфраструктурадан мектебimiz бар, 3 этажды. Союздың уағында құрылып қалған ошы Союздың естелігі. Анан сельсоветimiz, конторымыз, қазіргі айыл өкмөтү, айылдық кеңеш ошы жерде жайгашкан. Бір фапымыз бар, бір детсатымыз бар. Анан былтырғы жылы 19 жылы мынау айыл өкмөтү менен айылдық кеңештің демилгесімен айылда емелер жарықтандыру, көшелерді жарықтандыру болып өтті. Детсаттың тегерегін, анан мешітіміздің тегерегін жарықтандырып, анан көгалдандыру, мектебіміздің артында капельный орошение менен бақ құрылды. Конторымыздың алдында бақ отырғызылды. Алла қаласа бұйылдары көктеп шығады. Бүгін районымыздың әкімі Өмір Ноғаевич баштаған районның басшылары келіп, чогулуш болып өтті. Ошол чогулушта ең негізгі екі мәселе қаралды. Біреуі суға түсу, біреуі жол мәселесі. Жол мәселесін емі мынау районның әкімі Өмір Ноғаевичтің жардамыменен айыл өкмөтү Алмаз Кубанаевич, айылдық кеңештің төрағасы Турсунакун Макенович, ошолар елдің қолдауыменен өз ара чечилетін мәселе болып, мынау күн құрғап, жер құрғап еме қылса, грейдер жүргізетін болып, жол мәселесі ошомен чечилип турат. Анан былтыр депутатымыз келіп кеткен, ошол депутаттың емесімен 2 километр жерге асфальт салынып қалышы ықтимал. Бұйылғы емеге бюджеттен ақша бөлінді деген еме бар. Анан су мәселесін жер құрғап, су баштылардан мұрда аким емелерді чоғылтып, АВП-ның, ООС-тың адамдарын чоғылтып, ошо судың мәселесі болып атқан жерлерге барып, ошо жерден чечеміз деген уәдесін беріп кетті. Алла қаласа алда чечилетін мәселе. Емі бұйылғы жылға бұл айыл өкмөтіміз бен айылдық кеңештің немесін тағы бір топ немелері бар. Бізде тағы освещениеден бөлек, жарықтан бөлек камералар орнатылған. Мектепте камералар бар орнатылған, детсатта камералар бар орнатылған, видеокамералар. Контордың өзінде видеокамера, бір 6-7 видеокамера бар конторда. Емі бұйыл Алла қаласа көшөгөде жанағы ел көбірек чоғылатын жерлерге видеокамера орнатамыз деген емесі бар. Аға жанағы еме мегакомның емесі орнап қалса, интернет болып қалса, Wi-Fi түсіп, ошонда аларды орнатылады, Алла қаласа.